Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен фисташка малиновый рулетінің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет рулет. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бізге рулет үшін 160 грамм жұмыртқаның белогы керек. Мен бұл жерде 5 жұмыртқаның белогын пайдаландым. Ешқандай жылтық қоспаймыз. Белокты осылай бөліп аламыз 160 грамм. Шым-шым тұз қосамыз. Миксермен жайлап көпіртеміз, араластырамыз. Аздап көпіртіп аламыз. Миксердің скоростын төмендетіп, 180 грамм шекерімізді 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Бүкіл қосылатын ингредиенттер төменде жазылған. Осылайынан араластырамыз. Миксердің скоростын барынша қаттыға қойып, 3-4 минут көлемінде стойки пена пайда болғанша көпіртеміз. Енді сіздер өздеріңіздің миксерлеріңіздің күштілігіне байланысты көресіздер. 3-4-5 минуттың аралығында пена болады. Осындай қатты стойки пена пайда болады. Осындай енді біз 100 грамм фисташка ұнын және 60 грамм ұнды қосып араластырамыз. Видеода көрсеткендей асықпай, жұмыртқамыз, белогымыз басылып қалмайтындай етіп араластырамыз. Және де бізде фисташка ұнның цветі сәл белокты жеңе алмайды, сол себепті лайм түсті краситель қоссаңыздар болады. 1-2 тамшы, сонда әдемі цвет шығады. Жасыл лаймовый. Осылайынан қосамыз және де асықпай араластырамыз. Мінекей осылай араластырамыз. Цветті көріп тұрғаныңыздай лаймовый цвет болады, сәл жасылдау. Осыны пергамент бумагаға асықпай құйып, бір келкі етіп жағып шығамыз форманың көлемімен. Яғни бір жер жұқа, бір жер қалың болмау керек, себебі күйіп кетеді. Осылай бір келкі етіп жағып аламыз. Осылай бір келкі етіп жағып шығамыз. Бетіне сахарный пудра себеміз. Осылайынан мінекей сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Барынша аккуратно етіп себіңіздер, қатты қалың болып кетпесін. Мен де сәл көптеу себіліп кетіп жатыр, ештеңе етпейді. Бетіне сәл фисташковый ұн себеміз. Сосын қызып тұрған пеште 170 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Енді сіз өзіңіздің пешіңіздің ысуына байланысты 10-15 минут пісіресіз 170-160 градуста. Ке 15 минуттан рулетім пісіп шықты, сәл беті күйіңкіреп кетті, ештеңе етпейді. Фисташка ұнын себеміз, 5 минуттай суытамыз. Бетіне пергамент бумагасын төсеп, екінші бетін айналдырып, екінші бетін 10-15 минут суытамыз. Он 15 минут суытамыз. 10-15 минуттан кейін бетіне крем чизімізді жағып шығамыз. Әдемілеп бір келкі етіп. Осылай крем чизімізді жағып алып, бетіне малина, яғни малинаның мендегінде мұздатылған түрін, яғни ертіп қоссаңыздар болады, болмаса свежий малина қоссаңыздар болады. Осылай малинаны бір келкі етіп жағып шығамыз. Сосын асықпай рулетімізді ораймыз. Рулетімізді орап болғаннан кейін жарты сағат көлемінде кремнің сәл сіңгенін күтіп, өзіңіздің қалауыңызша оформление жасасаңыз болады. Мен клубникамен сәндедім.
менің қолымда клубника болғандықтан. Ас болсын, дайындап көріңіздер, өте дәмді рулет.